1 наурыз алғыс айту күнінің қарсаңында біздің мекемеге Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметкерлері келіп, осы жерде үлкен іс-шара өткізуде. Бұл іс-шара бізде жылда өткізіледі. Яғни біздің мекемеде 10 ұлт өкілдері тұрады. Бізде өзіміз бұл мекемедегі бұл ұлт өкілдеріне кіші ассамблея деп өзіміз арамызда айтып отырамыз. Бүгінгі күні шарапат орталығында 350 адам тұрып жатыр стационар жағдайында, сонымен қатар 560 адам бізде үй жағдайында қызмет алуда. Әрбір ұлт өкілдеріне өздеріне қызықты бұл мәселе, бұл бүгінгі іс-шара. Сонымен қатар үлкен үмітпенен бұлар осы алғыс күн осындай іс-шараларды күтуде. Себебі бұл үлкен кісілер, қария кісілер. Сонымен қатар тек қана қариялар ғана емес, бұл кісілердің арасында бірінші, екінші топта мүгедектігі бар, яғни мұқтаж жандар да бар біздің арамызда. Шарапаттың атынан және де осында тұрып жатқан барлық қызмет алушылардың атынан мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Біздің мекемені ұмытпай, осы жердегі барлық ұлт өкілдерін ортақ көріп, осындай алғыс айту күніне келіп, бізге іс-шара ұйымдастырғаны үлкен рахмет.